Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен кезекті футбол жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Кевин Де Брюйне мансабындағы алғашқы покерін жасады. Камп Ноуда трагедия орын алуға сәл қалды. Неймар ПСЖ сапынан кетпейді. Осы және өзге де футбол жаңалықтары бүгінгі видеода. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Манчестер Юнайтедтің қорғаушысы Харри Магуайр Челсиге ауысуы мүмкін. Лондондықтар Магуайрге шынайы қызығушылық танытуда. Өздеріңіз білетіндей, Челсиде жақын арада Антонио Рюдигер мен Андреас Кристенсен кетеді. Челсиге қорғаныс шебін шұғыл түрде күшейту қажет. Дереккөздің хабарлауынша, Магуайр осы маусымның соңында Юнайтедтің бас бапкері болатын Эрик Тен Хагтың жоспарына кірмейді. Наполи шабуылшы Виктор Осимхенді Ньюкасл Юнайтедке сатудан бас тартты. Атап өтілгендей, Наполи Осимхен үшін 100 миллион еуро көлемінде өтемақы алса, ойыншымен қоштасуға дайын. Ньюкасл бұдан азырақ сома ұсынды. Осимхеннің Наполимен келісімшарты 2025 жылға дейін жарамды. Биылғы маусымда Виктор 30 ойында 17 гол соқты. ПСЖ шабуылшысы Неймар алдағы жазда басқа клубқа ауыспайды. Бұл ақпаратпен журналист Адриан Гренер бөлісті. Бұған дейін бақта Неймардың жақын арада ПСЖ-дан кететіндігі туралы мақалалар тұрақты түрде пайда болған болатын. Тіпті Неймардың Барселонаға қайта оралатындығы жайлы да ақпараттар шыққан. Осы маусымда Неймар ПСЖ сапында Лига 1-де 21 матч өткізіп, 12 гол соғып, 6 нәтижелік пас берді. Ливерпульдің шабуылшысы Дивок Ориги мансабын Милан клубында жалғастырады. Бұл ақпаратты Даниэл Лонго жариялады. Дереккөздің айтуынша, Оригидің трансфері Чемпиондар лигасының финалынан кейін жарияланады. Екі тарап толықтай келісімге келді. Ориги ағылшын және неміс клубтарынан бас тартып, Миланмен 4 жылдық келісімшартқа отырды. Жалақыға келетін болсақ, Ориги Миланда жыл сайын 4 миллион еуро алатын болады. Бұған қоса әртүрлі бонустар да бар. Астон Вилла Вест Хэмнің шабуылшы Оливер Уоткинсті сату туралы ұсынысына жауап берді. Астон Вилла шабуылшы үшін өтемақы ретінде 50 миллион фунт стерлинг сұрап отыр. Вест Хэм мұндай соманы төлеуге ниетті емес. Уоткинс осы маусымда Премьер-лигада 33 ойын өткізіп, 10 гол және 1 нәтижелік пас берді. Рен вингері Бенджамин Буринджо А сериясына ауысуы мүмкін. Бұл туралы итальяндық басылымдар хабарлады. Рен ойыншысына Лацио қызығушылық танытып отыр. Буринджоны трансфер-маркет порталы 15 миллион еуроға бағалап отыр. Ағымдағы маусымда Бенджамин барлық жарыстарда еске алғанда Рен үшін 45 матч өткізіп, 10 гол соғып, 15 нәтижелік пас берді. ПСЖ вингері Анхель Ди Мария Ювентуске ауысқысы келеді. Бұл туралы инсайдер журналист Никола Шира хабарлады. Дереккөздің хабарлауынша, Ювентус әзірге Ди Мария туралы шешім қабылдаған жоқ. Қарт сеньор тәжірибелі ПСЖ ойыншысын алу-алмауды қарастыруда. Ди Марияның ПСЖ-мен келісімшарты жазда аяқталады. Аргентиналық футболшы Парк де Пренстен еркін агент ретінде кетеді. Барселонаның жартылай қорғаушысы Фрэнк де Йонг Манчестер Юнайтедке кетеді. Бұл туралы инсайдер Жерар Ромеро хабарлады. Манчестер Юнайтед Де Йонг үшін шамамен 70-80 миллион еуро төлеуге дайын. Бұған дейін Де Йонг Аякста Эриктің шәкірті болған. Де Йонг 2019 жылдан бері Барса сапында ойнап келеді. Бұған дейін Испанияда Де Йонг Манчестер Юнайтедтің Чемпиондар лигасына шықпай қалуына байланысты клубқа ауыспайды деген болатын. Каталондық клуб егер голландиялық командаға тағы бір маусымға қалса, құнын айтарлықтай жоғалтады деп санайды. Де Йонгты сату Барсаның қаржылық қиындықтарына да байланысты. Рональд Арахо ауыр жарақат алды. Бұл инцидент Ла Лиганың 36-шы турында Сельтаға қарсы ойынның 2-ші таймында болды. 68-ші минутта Арахо әріптесі Гавимен соқтығысып қалды. Уругвайлық бірнеше қадам жасап, содан кейін жерге құлап есін жоғалтты. Арахоны Камп Ноудан жедел жәрдем көлігімен алып кетті. Оған ми шайқалу диагнозы қойылды. Арахо қанша уақытта алаңға оралатыны белгісіз, бірақ ол енді осы маусымда алаңға шықпайды. Сейсенбі күні Ливерпуль еш қиындықсыз Астон Вилланы жеңіп, ұпай саны бойынша Манчестер Ситиді қуып жетті. Бірақ дәл бір күннен кейін Гвардиола командасы Вулверхэмптонге қарсы ойында жеңіске жетіп, Ливерпульді қайттан артта қалдырды. Де Брюйне 25-ші минутта хет-трик жасап, ойында кім жеңіске жететінін көрсетті. Қарсыластар бір рет қана шабуылға шықты, бірақ осының өзі де голмен аяқталды. Екінші таймда белгиялық тағы бір допты өз еншісіне қосты.
Ақырында Стерлинг есепті 5-1-ге жеткізді. Де Брюйнеге дейін Премьер Лигада тек 2 орталық жартылай қорғаушы ғана покер жасаған. Олар Лэмпард және Джорджино Виналдум. Садио Мане Баварияға ауыспайды. Кеше біз Мюнхеннің спорт директоры Хасан Салахмеджи Садио Маненің агентімен кездескенін хабарлаған болатынбыз. Бірақ Sport One басылымы бүгін бұл ақпаратты жоққа шығарды. Басылымның хабарлауынша Бавария Манеге қызығушылық танытып отырған жоқ. Керісінше Хасан Салахмеджи RB Лейпциг ойыншысы Конрад Лаймеру бойынша келіссөздер жүргізу үшін кездесуге барған. Сондай-ақ вингер Лерой Сане Германия чемпионатына кетпейді. Клуб оны осы жазда сатуға ниетті емес. Бавария жартылай қорғаушы Серж Гнабримен келісімшартты ұзартқысы келеді. Егер клуб ойыншымен келісімге келе алмаса, оның орнына Лейпциг ойыншысы Кристофер Нкункуды немесе Аякс ойыншысы Антониді алуы мүмкін. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.